Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде математика 2 бөлім 65 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрыштар және көп бұрыштар. Бірінші тапсырмада бізге бір парақ қағазды суреттегідей 2 рет бүкте. Осылай бүктеу арқылы тік бұрыштың моделін жасадым. Неше тік бұрыш шықты деп тұр. Бізде мұнда 16 тік бұрыш шықты. Өйткені қағазды бүктегенде осындай 4 бұрыштар көп шығады. Соны 4-ке көбейтсек, онда 16 болады. Сондықтан бізде 16 тік бұрыш шықты. Екінші есепте бізге бұрыштарды салыстыр, не байқадың деп тұр. Бізге бұрыштардың атын жазуымыз керек. Бірінші суретте бізде тік бұрыш, екінші суретте сүйір бұрыш, үшінші суретте доғал бұрыш бейнеленген. Үшінші есепте бізге суретке көрсетілген бұрыштарды сыз. Бұлар қандай бұрыштар, оларды ата деп тұр. Біріншіде бізде тік бұрыш, екіншіде сүйір бұрыш, үшіншіде тік бұрыш, төртіншіде доғал бұрыш бейнеленген. Үшінші тапсырмада бізге төбелері, бұрыштары және қабырғалары бар фигураларды ата. Өзің атаған фигуралар неше төбесі бар, неше бұрышы бар, қабырғасы нешеу деп тұр. Үш бұрышта бізде 3 төбесі, 3 бұрышы, 3 қабырғасы бар. Шаршыда 4 төбесі, 4 бұрышы, 4 қабырғасы бар. Сүйір бұрышта бізде 1 төбесі, 1 бұрышы, 2 қабырғасы бар. Бесінші тапсырмада бізге фигураларды ата. Осы көп бұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады деп тұр. Бірінші фигурада бізде 3 бұрыш, екінші фигура 4 бұрыш, үшінші 5 бұрыш, төртінші 6 бұрыш, бесінші тік 4 бұрыш, алтыншы шаршы. Алтыншы есепте бізге есепті шығар деп тұр. Марат шамамен 45 минут, ал Асыл 37 минут сырғанады. Марат Асылға қарағанда шамамен неше минут ұзақ сырғанады? Шешуі бізде 45 азайту 37 тен 8. Марат Асылға қарағанда 8 минут ұзақ сырғанады. Жетінші есепте бізге теңдеуді шығару керек. Бірінші теңдеу бізде 19 қосу x-тен 34. X-тен 34 азайту 19. X-тен 15. Жалпы бізде 19 қосу 15-тен 34. Екінші теңдеуде 64 азайту a-тен 31. A-тен 64 азайту 31. A-тен 33. Жауабы 64 азайту 33-тен 31. Сегізінші есепте бізге әрбір фигураның неше төбесі, неше қабырғасы, неше бұрышы бар. Дәптерге 1 доғал бұрышы бар, 3 бұрышы және 2 доғал бұрышы бар тік бұрышты сыз. Бірінші фигурада 3 төбесі, 3 қабырғасы, 3 бұрышы бар. Екінші фигурада 4 төбесі, 4 қабырғасы, 4 бұрышы бар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, сау болыңыздар.